На въезде в село Башмак Сакского района теперь стоит такой указатель. Выходцы из села установили его своими силами, добившись разрешения от властей. Көп мешақатлардан кечіп, нейседе бір елдан соң бір иншарет қоймаға бізге рұқсат берділер. Это уже второй указатель, установленный активистами в селе Башмак. Первый встречает въезжающих в село со стороны Акмесджита. Шындыгы мында жематы бар, қалған қарт жемат орыслар, бабушкалар, дедушкалары бар. Олардан да сорасаңыз, олар епсі білет татарча. Башмак көйі дейді. Автобусда мындан Саққа кетсек, автобусда Кезлевге кетсек, еркес тоқтағанда Башмак останови дейлер уже адет болып қалғанда. Что же значит название села Башмак? У выходцев из села несколько вариантов. Башмак с крымско-татарского тёлка. Есть еще Башак, колос. 5-6 тане адам башы ақ болғаннан соң Башмак, башы ақ көй деп, ондай деп бір несі бар, бір варианты бар. Село Башмак существовало еще в ханские времена. Оно хоть и было небольшим, но здесь была и мечеть, и своя школа. Исторически крымско-татарское село Башмак располагалось в степи, в Балке, неподалеку от современного Рунного. Выходцы из села говорят, что их предки намеренно строили дома в низине, спасаясь от ветра. Сейчас от прежнего села Башмак практически ничего не осталось. Выходцы из Башмак бережно хранят историю села. В 2013 году была издана книга о селе и ее известных уроженцах. Мен білгеніме көре, 19 асырда немселер мұнда евлер құралар. Сон о немселерден екі дане Қырым татар адамы, бұл екі дане Абдурешит сатып алалар бұл көйін. Емді шо евелге азы дада Башмак қала. Жеңтен евел бұл көйде Жемил Керменжіклі мұнда чалыша өже бұл көйде мектепте. Емді дерс бере. Осман Амит келе, берде Осман Амит языжылармен көрішулер ола. Көйдешлер пик мұхаббет, өлі бір дос болып яшайлар бір-бірлерінен. Біздің қарпабамыз Ачы Халил болған. Мұнда Ачы Халил комбайнер болған, комбайнжы. МТС'те çalışқан Сақ МТС'інде. Жеңте Николаев шерінде, мұна Украинада Жеңте Николаев шерінде десант түшіп, анда вефат етіп, анда жиылған. Жиылған ері де белгісіз. Евелде шо біздің татарланды şu көйіні, Башмак көйіні мезарлығы болған мұны бұл ерлер. Мұнда зерноток құрдылар, олар зерноток. Şu зерноток құрғанда бұл жолын ясап салдылар. Бұл мезарлығын четі болсын деп, баш ташлары уже жоқ, ушилер жоқ, епсі жоқ болып кетті. Бұл и мені қарпабам, Емрасан қарпабамын ие болған бұл іште. Ол соқыр қи. Анияқта екі қи болған, орысша бәтен действующий қи болған. Жам болған, енді жамы уақытте қарпабам қырдырған о жамыны бір евчік болған. Типичный жамы, бір евчік адамдар келіп намаз қылмақ үшін жам болған мұнда. После выселения крымских татар Башмак сначала переименовали в Известковое, а затем в Рунное. Жители села Башмак были высланы в Ташкентскую область Узбекистана. В ссылке они не забывали родное село и наставляли детям возродить его. Несколько лет назад усилиями активистов одна из улиц в селе была названа именем Месута Решетова. Памық тарлаларында çalışып, бригадир oldu, birinci traktorcu oldu, son brigadir oldu. Ondan son kolxoz reisi oldu. Bölük müdürü oldu ve şu yılları çalışkan ve emekteki yengişleri için demek Lenin ordeni, Oktyabr Revolüsyası ordeni, Sovet hükümetinin bir yüksek ordenlerini takdim edildi. Сейчас почти половина жителей села – крымские татары. Выходцы из Башмак возродили традицию встреч односельчан. В планах у них переиздать книгу о селе, дополнив ее новыми материалами.